Әлемде ракқа қарсы вакцина жасалыпты. Оны анау-мынау емес, көршілес Ресей ғалымдары ойлап тапқан екен. Мынандай ақпаратты көрген шығарсыздар. Тіпті осыған сай Ресейде қазіргі уақытта вакцинаны тегін салып жатыр екен. Дегенмен ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. 27 тамызда Ресей радиология ұлттық медициналық зерттеу орталығы биотехнологиялық препараттарды терапия мақсатында пайдалануға рұқсат алғанын жазған. Бұл жерде негізгі мәселе қатерлі ісікке және өзге де ауруларға қарсы жеке науқастарға бейімделіп жасалынатын МРНК вакциналар жайында болған. Бірақ онда қатерлі ісікке қатысты барлық адамға қолданылатын туралы нақты ақпарат жоқ. Бұл туралы арнайы орталық жазғанымен денсаулық сақтау министрлігінің сайтында да, Россздравнадзор сайтында да ақпарат жоқ. Яғни бұл жерде ақпарат манипуляция. Орталық қазіргі уақытта онколитикалық Энтромакс вакцинасын әзірлеп жатқан туралы ақпарат жариялаған. 27 тамызда Россздравнадзор орталықтың кейбір препараттарына қолдану рұқсат бергенімен, онда Энтромакс және нақты бір МРНК вакцинасы туралы дерек жоқ. Яғни дәрі қазіргі уақытта әзірленіп жатқанымен пациенттерге салу жоспарда жоқ. Ал бұл туралы халықаралық ұйымдар не дейді? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да Еуропалық дәрі-дәрмек агенттігі мен ақш-тың азық-түлік және дәрі-дәрмек басқармасы да бұл туралы ешқандай мәлімдеме жасамаған. Олар тек ресми түрде тіркеуге ұсынылған немесе кең ауқымды клиникалық зерттеулер нәтижесін алған вакциналар мен дәрілер бойынша ғана пікір білдіреді. Ал Ресейдегі вакцинаның қауіпсіздігі мен тиімділігіне қатысты тәуелсіз халықаралық клиникалық сынақтар жоқтығын ескерсек, қазіргі уақытта вакцина әзірге қолжетімсіз. Дәл қазіргі уақытта ракқа қарсы сынақтан өткен вакцина жоқ. Қатерлі ісікке қарсы халықаралық одақтың дерегінше өкпе қатерлі ісігінің алдын алуға арналған Lungvax вакцинасы әзірленіп жатыр. Дегенмен ол 2026 жылы ғана сынақтан өтеді. Ал сіздің ойыңызша алдағы бірнеше жылда қатерлі ісікке қарсы вакцина жасала ма? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.